Әрбір кәсіпкерге немесе өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп жүрген жандарға, адамдарға, салық төлеушілерге специальный налоговый режим, арнайы салық режимін білу қажет. Ол салық кодексінде бір тұрған бір үлкен мәселе, жалпы үлкен тақырып, және де оны білмеген адамға үлкен проблемалар болады. Неге? Арнайы салық режим деген біз жалпы Қазақстан Республикасының азаматы болсын, басқа шетелдік азамат болсын, Қазақстан Республикасының резиденті, жалпы әрбір азаматы біз салық төлеуші болып таныламыз да. Енді осы салық төлеген кезде кім қалай төлейді деген мәселе. Арнайы салық режимі деген осы кәсіппен айналысатын компаниялар, ТО-лар, ИП-лар, осылардың салықтарын төлеу үшін арнайылап режимдер ойлап тапқан, сондай бір заңдар шығарған. Енді арнаулы салық режимде мысалға бір түсіндіріп кететін нәрсе, патент деген режим бар, қазір жасап отырған патент бар, мобильный приложение бар, упрощенка бар, фиксированный вычеты бар, общеустановленный режим бар, және де крестьянское хозяйство бар. Осы ауыл шаруашылығына арналған режим. Осы режимдердің барлығы не үшін? Мысалға, крестьянское хозяйство, сізде, например, бір шамал гектар жеріңіз бар, сіз мал шаруашылығымен айналысасыз, немесе егін егесіз. Сізде сол пайдадан, содан түскен, сол егіннен түскен, малдан түскен, еттен түскен деген сияқты, сол 0,5%-ның салығын төлейсіз. Сізге арнайылап қойған. Оны тек қана заявлениеңізді жазып, өзіңіз крестьянское хозяйствомен айналысатын екеніңізді ғана көрсетесіз. Немесе сіз таксовать етесіз, аренда квартира, шаруаңызда бір времянка бар, арендаға беретін. Осылардың барлығын сіз мысалға үлкен компания емес, сізге расход жинап, бухгалтерия жүргізіп, сізге НДС-қа отыру керек емес. Сіз просто арнайып патент деген арыз жазасыз, немесе мобильный приложениеге кіресіз, телефонмен өзіңіздің салығыңызды төлей бересіз. 1%, сізге 1%. Бірақ сіз ешқандай наемный работник қолданбайсыз, ешкімге пенсионка аудармайсыз, тек қана өзіңізге пенсионка төлейсіз. Сол сияқты шағын бизнеспен айналысатындарға упрощенканы қойып қойған, 3% салықты от оборота төлейді, бухгалтерский учет не обязательно, налоговый учетін жүргізіп төлей береді деген сияқты. Жалпы бір сөзбен айтқан кезде арнайы салық режимі өзі аты айтып тұрғандай, әрбір кәсіп иелеріне салық режимін арнайлап қойған. Бірақ осы салық режиммен жұмыс жасаған кезде көп шарттары бар. Кім салық режиммен жұмыс жасай алмайды? Арнайы салық режиммен. Кім оны қолдана алмайды? Қандай салық төлеуші қолдана алмайды, немесе қандай саладағы салық төлеуші қолдана алмайды? Осының барлығын білу барлығымызға міндет. Себебі кім салық саласында салық төлейді, сол адамға үлкен мәселелер болып қалуы мүмкін. Біреулер упрощенкамен жасай алам деп жүріп, упрощенкамен жасап 3% төлеп келеді, а бір күні оған хабарлама келеді. Ол задним числом 2 жыл алдын қайтып ауысып 10% төлеу керек болып қалады. 15% штрафқа кетіп қалады НДС-қа отырмағандығы үшін. Розничный налогпен жасаймын деп ойлайды. Мысалға, розничный налогтың спискісінде жоқ болып шығады. Осының барлығын арнайы салық режимі туралы білмегендіктен. Сол үшін барлығыңызға кім кәсіппен айналысады, арнайы салық режимдері туралы өте ақпараттарды көп білу керек.